Мына бұл журналист Рыскелді Сәрсенұлы маған сұрау берген екен. Осы сұрауларға жауап беруге мен әзір дайынмын. Бірінші сұрауы, әлемде су үшін соғыс басталып кетті деуге болатындай. Ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаев да тұрғындарға суды үнемдеу пайдалануға шақырып келеді. Алдағы жылдары ауыз су мәселесі, мынау шаруашылық, ауыл шаруашылық саласына пайдалану саласындағы суларды қалай үнемдеуге қол жеткізуге болады деген сұрау беріліп отыр. Өте орынды сұрау. Бұл су мәселесіне келетін болсақ, жалпы Қазақстан мемлекетінің территориясындағы мына пайдаланып жатқан сулардың ол жартысынан көбі мынау көрші елдерден келеді бізге. Қытай елінен, мынау Өзбекстан, Қырғызстан, Тәжікстан елдерінен, сонсың мынау Ресей мемлекетінен. Біз осы көрші елдердің жалпы Қазақстанға керек сулардың жарты 50%-нен жоғарылаудығыны осы мемлекеттерге байланысты. Бірақ енді су жоқ деп отыра бермей, ал бар ресурстың өзін ұтымды, тиімді пайдалану мәселесін біз қолға алуымыз керек. Біздің енді президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев мырза өте орын айтты. Біз суды өзінің орнымен, ұқыптылықпен, керекті дәрежеде дұрыс пайдаланатын болсақ, суды барлық жерге жеткізуге, қол жеткізуге болады. Мысал ретінде енді айтып кетейін. Осы мына ауыз су мәселесінде. Ауыз су мәселесінде бізде осы суды пайдаланудағы суды пайдалану мәдениеттілігі бізге жетпейді. Қалай болса солай, мына өйткені судың құны арзан бізде, арзан болғаннан кейін оны қалай болса солай орынсыз шығын жасауға адамдар әбден бейімделіп қалған. Онсыз болмайды. Мысалы үшін енді баяғыда біз ауылда өстік қой. Ауылда өскенде үйімізде осы кран шүмегінен күн түні ақтылап тұрған жоқ. Құдықтан, немесе бұлақтың басынан шелекпен әкеп, бір семьяда 10 шақтадан болатын болса, бір 40 литр су, 50 литр парлап барғанда жететін тұғын. Әзір әр адам басына тәулігіне 200-250 литр пайдаланатын көрсеткіштер бар. Бұл деген сөз, біз судың пайдалану, үнемдеу мәдениеттілігі әлі қалыптасып келген жоқ әлі. Енді бұны өте орынды айтылған сөз. Өткен ауыз су мәселесінде мен енді Қазақстан мемлекетінің мұны облыстың орталықтарында, ауылдық жерлерде, көптеген елді мекендерде біз аралаймыз, көреміз. Осы суды дұрыс пайдаланудың ең бір тетігі судың есебін жүргізу. Есепсіз дүние еш уақытта бізге пайда әкелмейді. Сол үшін суды пайдаланушы тұтынушылардың бәрінде әзіргі кезде мынау жасанды интеллект, жаңағы осының интеллектті ендіру, жасанды интеллектті ендіру мәселесі, цифрландыру, автоматтандыру заманына келіп тіреліп жатырмыз. Енді осыны іске асырмайтын болсақ, онда судың есебін дұрыс жүргізбейтін болсақ, ол бізге еш уақытта жақсылық әкелмейді. Енді бірінші кезеңде судың есебін жүргізу керек. Екінші кезеңде бұл, мысал үшін Шымкент қаласында біз суды қаланың сыртындағы су арналарынан 35 шақырымнан құбырмен тасымалдаймыз. Шымкент қаласында 1.200.000-нан астам халық тұрады. Сол жеке үйлерде тұрады. Бұнау көп қабатты үйлердің пәтерлерінде. Ал енді осылардың бәріне жеткіз беру үшін 2000 шақырым
құбырмен біз суды тасымалдап әрбір тұсымызға жеткіземіз. Міне осылардың бәрін жеткізу үшін тасымалдайтын біздің құбырларымыздың бәрі жұмыс істеу қабілеті жоғары болу керек. Тозығы жеткен болса, дер кезінде олардың бәрін ауыстырып, дұрыс жұмыс істеу жағдайын жақсартуымыз керек. Сонда ғана болады. Бірақ енді оның бәріне бірден осыны құбырларды дер кезінде ауыстыратын, болмаса мынау орынсыз су шығындарын азайту жолында бірқатар жұмыс атқарып келеміз. Мысалы үшін Шымкент қаласында. Бұрын осыдан 30 жыл алдын келген судың 47% бізде осы ескі құбырлардың жаңағы жарамсыз жағдайына байланысты, одан кейін суды пайдалану есептерін дұрыс жүргізбегені сияқты себептермен 47% жоғалып келер еді. Әзір осы 30 жылдың ішінде Шымкент қаласындағы ескі құбырларды қайта құру, жұмыс істеу қабілетін жақсарту жөнінде 57 миллиард теңге инвестиция тарттық. Соның ішінде 20 миллиардқа жуық мынау Европалық қайта құру даму банкінен несие алып, сондай қыруар қаржыны жұмсап, 2000 шақырымның 1100 шақырымını қайта құрып, соның жұмыс істеу қабілетін жақсардық. Әлде де болса толық орындауымыз керек еді. Бірақ әзір кезде осы тарифтік саясатқа байланысты өзінің әділетті тарифтің орнамауы сияқты себептер бізге кедергі жасап отыр. Сол сияқты енді бір Шымкент емес, бүкіл Қазақстан бойынша біріншіден есеп дұрыс жүру керек, екіншіден инженерлік инфрақұрылымдардың жұмыс істеу қабілетін жақсарту үшін қыруар инвестиция тартып, соларды қайта құрып, соның орынсыз су шығындарын азайтатын болсақ, ол көптеген бізге пайда болар еді. Ал енді екінші мәселе, мысалы үшін ауыл шаруашылығы саласындағы су жоқ деп көптеген жаздың кезінде біздің мынау Түркістан облысындағы Мақтарал, Жетісай, Сарыағаш аудандарында, осы Түркістан аудандарында судың тапшылығы, болмаса Қызылорда облысындағы күріш алқаптарындағы судың тапшылығынан естіп жатамыз. Ал енді оны да реттеуге болады. Оны реттеудің жолы келіп атқан суды біріншіден жаңағындай орынсыз су шығындарына топырақтан жасалған каналдардың барын мына бетонды пайдаланып, соны жақсылап, орынсыз су шығындарын азайтуымыз керек. Екінші, әр фермерге, әрбір шаруашылықты пайдаланатын болса, олардың бәріне автоматтық түрде есебін жүргізетін өлшеуіш құралдарын қоюымыз керек. Сонда ғана суды үнемдеуге біз қол жеткізетін боламыз. Жалпы өте орынды. Одан кейін біздің президентіміз айтты ғой, біз тарифті нашар, мысал үшін әлеуметтік желіге байланысты мынау көп балалы жанұяларға, зейнеткерлерге деген солардың төлем ақысын реттеу үшін тарифті бір деңгейде ұстап келатырмыз. Бұл дұрыс емес деді президент. Өйткені коммерциялық құрылымдар, өндіріс орындары, оларды бір тариф, бәрі деңгейде, мынау пайдалардың сулардың бәрі ішіп ауыз су мәселесінде де ол жағы да бір деңгейде. Ондай емес еді. Көп пайдаланған ол көп төлеу керек, аз пайдаланған аз төлеу керек. Сонда әділетті суды пайдалану мәдениетін қалыптастыратын болсақ, келешекте бізге көптеген жақсылықты алып келеді. Екінші сұрауы, қала орталықтарында, аудандарда көлік жуу орындары, моншалары көбейіп кетті дейді. Бейберекет пайдалану бізде белес алып барады дейді. Өте орынды сұрақ. Расында да, мысал үшін біздің Шымкент қаласында 150-ге жуық машина жуатын орындар бар. Әрбір машинеге кететін су, мысал үшін, ол тегін, мынау тегін емес, енді арзан болғаннан кейін ауыз суды пайдаланады. Ондайға біз жол бермеуіміз керек. Мысал үшін, бізге бір машинеге жуатын жаңағы
кететін судың шығыны 5 теңге, ал енді оны жуатын болса, әзір кезде бір машинаны жууға 5000 теңге алады. Сонда 5 теңгеге алып 5000 теңге тауып атқан болса, ол тегін өте арзан суды пайдаланып атқан болса, оны үнемдеу мәселесін қолға ала ма олар? Жоқ. Сол үшін мынау құрылыс саласындағы ауыз суды бетонға, болмаса бір тағы бір қажеттілікке, болмаса көшедегі мысал үшін абаттандыру, көгалдандыру жұмыстарына ауыз суды пайдаланады. Болмаса осындай бір жаңағы монша дейміз, басқа дейміз, болмаса бір завод, фабрикаларға өзінің бір заводтарын шығаратын заттарын шығару үшін суды пайдаланады. Өйткені сусыз ешқандай құрылым жұмыс істей алмайды. Ол жан-жануарға да су керек, заводқа да су керек, фабрикаға да су керек, адамға да су керек. Сол үшін ауыз су қажеттілігі жоқ жағдайда біз жер асты суларын, басқа су көздерін пайдалануда қолға алуымыз керек. Мынау машина жуу бекеттерінде неге бұл суды жақында ғана осы 2025 жыл су кодексі қабылданды, су кодексінде жазып қойған. Әсіресе осындай ауыз су қажеттілігі жоқ технологияға ауыз суды пайдаланып атқанның бәрі мынау оборотный водоснабжение дейді. Суды қайтадан тазалап, өңдеп, ол суды пайдалану мәселесін қолға алуымыз керек. Өте орынды мәселе. Бұл жұмыс келешекте бұл жалғасын тауып, бейберекет ауыз суды пайдаланып тоқтататын болсақ, біздің ұрпағымызға келешекте біздің бала шағамыз бар, ұрпағымыз бар. Біз соларға не қалдырамыз? Таза су, таза ауа қалдырмайтын болсақ. Одан кейінгі мәселе, мынау енді су дейді алтына да қымбат болып кетуі мүмкін деген мәселелерді айтып жатыр деді. Да, орынды. Мысал үшін мен емес, осы көптеген адамдардың бәрі Европаға, Америкаға барып жүр ғой енді. Мысал үшін бір текше метр су, мынау Европа елдерінде, Америкаларда ол $2 көлемінде судың өзі бір текше метрі. Ол $2 деген 1000 теңге. Бізде бар жоқ 100 теңгеге жетпейді. Содан кейін мұны адамдардың қызығушылығы пайда бола ма? Сол үшін бұл әлі сол жаңағы судың бағасы әділетті тариф орнатып, бұны реттемейтін болсақ, арзан күйінде қалдыратын болсақ, суды үнемдеуге ешкім құлқы болмайды. Бірақ келешекте ол тапшылық бар еді. Мысал үшін дүние жүзінде 7 миллиард халық болатын болса, әзіргі таңда соның 2,5 миллиард халық ауыз суға зәру керек болатын болса, олар сол көктемде, қыстың кезінде суларды жиып алып, жазман ішуге мәжбүр болады. Біз енді болса, бұл суларды жаңағы пайдалану үшін тыйым салуымыз керек. Ауыз су қажеттілігі жоқ жерге, мысал үшін үйдің алдын шлангыма жаңағы жаз ыстық болса, соны салқындату үшін пайдаланады. Ол болмайды ғой енді, мысал үшін. Сол үшін қажеті жоқ жердегі ауыз суды пайдалануына көп қымбат тариф орнататын болсақ, олар үнемдеуге құлқы болады, қызығушылығы болады. Біз сол үшін бұл судың қадіріне жетуіміз керек. Ауыз сусыз, ауыз су деген не? Ол бізге тамақ ауыз су деген сөз. Ал біздің енді ішіп атқан суымызда адам организмі 80% судан тұрады. Үйде тамақ істейтін болсақ, оған да су керек. Тағы басқа денсаулыққа байланысты нәрселердің бәріне су керек. Ол суды сол үшін ұтымды, тиімді пайдаланатын болсақ, тек бізге емес, бізден кейінгі ұрпақ бар. Соларға біз аманат ретінде осындай суды қалдыратын болсақ, ұрпаққа, бұл болашаққа, келешекке деген біздің үлесіміздің қосқанымыз болады. Құрметті мынау жалпы тыңдап отқан оқырмандар, біздің тұтынушыларымыз, біз жаңағы осы ауыз су болсын, ол ауыз шаруашылығын салатын су болсын, оныңды барынша ұтымды, тиімді пайдалану жолына түсетін болсақ, есепті жүргізіп, жасанды интеллект
жаңағы технологиясын пайдаланатын болсақ, автоматтандыруға, цифрландыруға өтетін болсақ, сонда келешекке ұрпаққа қалдырған біздің жақсы мынау сыйымыз болады, ұрпаққа қалдырған жақсы жолымыз болады. Бәріміз осыған ат салысайық. Рахмет тыңдағандарыңызға.